Эфирде кино бизнес бағдарламасы. Алдағы 25 минут ішінде киноиндустрия әлеміндегі тың жаңалықтар жайында. Сондай қазақстандық тың кино өнімдер. Каникулы офлайн және Әсел Садуақасова мен Асқар Бейсенбин продюсерлік еткен кино по понятиям комедияларымен Қазақ фильм студиясы түсірген Қазақ хандығы алтын тақ жобасы туралы айтатын боламыз. Студияда Алмас Тоғай, бүгін көретіндеріңіз. Кек алушылар финал фантастикалық блокбастерінің трейлері жарияланды. Режиссер Рүстем Әбдірашев Қазақ хандығы алтын тақ картинасының түсірілімі кезіндегі қиындықтар туралы айтып берді. Ахан Сатаев каникулы офлайн отбасылық комедиясы жайлы ойымен бөлісті. Мел Гибсон жаңа боевикте бой көрсетеді. Супер қаһарман Капитан Марвел жайлы фильм өткен аптаның кассалық бәйгесінде 310 миллион теңге жинап бірінші орынға орнықты. Десе де Капитан Марвел өткен жылы кек алушылар шексіздік соғыс айдарымен жарық көрген блокбастерден артта қалды. Аталған фильм прокаттың бірінші уикендінде 384 миллион теңге жинаған болатын. Ал осы аптаның бокс-офисіне көшбасшылық еткен нендей фильм екенін дәл қазір білеміз. Бесінші орын. Родители легкого поведения. Қаржылық жағдайын барлығынан жасыруға тырмысқан отбасылық жұптың рөлдерін Сальма Хайек пен Алек Болдуин сомдайды. Шытырман оқиғалы комедия көрсетілімнің премьералық аптасында 5 миллион теңге жинады. Төртінші орын. Рожденный стать королем. Экскалибур қылышын тауып алған мектеп оқушысы Алекстің басынан өткен оқиғаны баяндайтын картина прокаттың бірінші аптасында 24 миллион теңге табыс тапты. Үшінші орын. Пиковая дама. Зазеркалье. Үрейлі оқиғалы картиналар әдетте отандық прокатта үлкен сұранысқа ие. Соның айғағы ретінде Пиковая дама хорроры бокс-офистің үздік бестігіне ілігіп, көрсетілімнің бірінші аптасында 25 миллион теңге жинады. Екінші орын. Как приручить дракона 3. DreamWorks студиясының викингтер мен олардың достары айдахарлар туралы анимациялық хитінің жалғасы төртінші аптада 60 миллион теңге табыс тапты. Бірінші орын. Капитан Марвел. Актриса Бри Ларсонның кейіпкері ұшқыш Кэрол Денверс шексіз қабілеттері бар супер қаһарманға айналады. Оны жуық арада шығатын кек алушылардың шешуші картинасынан көруіміз әбден мүмкін. Капитан Марвел 116 миллион теңге жинап, өткен аптаның прокаттағы көшбасшысы орнында қалды. Marvel студиясы күтпеген жерден кек алушылар финал блокбастерінің екінші ресми трейлерін жариялаған болатын. Ролик өткеннен үзінділерді көрсетіп, кек алушылардың соңғы шайқасқа қалай дайындалып жатқандығын баяндайды. Мы обязаны ради тех, кого с нами нет, попытаться. Попытаться. Любой ценой. Трейлердің соңында кек алушылардың командасын нағыз батырлардың ақ киімінде көрсетеді. Бұл арнайы киім үлгісін өзгеше нұсқада алдыңғы бөлімдерден көруге де болады. Бұл жабдық қаһармандар үшін басқа әлемге сапар шегуге арналса керек. Кек алушылар финал 29 сәуірден бастап үлкен экрандарда, ал IMAX форматында тіпті бір апта ерте шығуы мүмкін. Marvel представляет Мстители. Финал. 2019 жылы қазақстандық кішкентай көрермендер үлкен экрандардан 5 бірдей картинаны қазақ тілінде тамашалай алады. Олар Дамбо, Аладдин, ойыншықтар хикаясы 4, Арыстан патша және Мұзды өлке 2. Бұл жолы блокбастерлердің басты кейіпкерлерін қазақстандық белгілі актерлар Нұрлан Әлімжанов пен Дәурен Серғазин дыбыстаған. 28 наурыздан бастап отбасылық Дамбо фильмі көрсетілімін бастайды. Бұл лентаны режиссер Тим Бёртон фэнтези жанрында таспалаған. 1941 жылғы түпнұсқа мультфильмнің жаңа ремейгі Қалқан құлақ пілдің баласы жайлы. Ол өзге жан-жануарлардың мазағына шыдамай, ақыры ұшып үйренеді. Ол кейін сиқыршылардың қолындағы басты қаруға айналмақ. Дамбо қазақ тіліне аударылған 28-ші фильм болып отыр. Дубляжға арналған кастингке Алматы мен Астанадан 30 шақты актер қатысқан екен.
23 мамырда әйгілі режиссер Гай Ричи таспалаган анимациялық Аладдин фильмі жарыққа шығады. Бұл жолы Уилл Смит, Мэна Масуд пен Наоми Скотт қазақша сөйлейді. Біз сюжеті барлығына таныс Аладдиннің толық метражды трейлерін ерекше атап өткіміз келеді. Роликте басты кейіпкердің Уилл Смит сомдайтын Джиннимен танысқан сәтін көруге болады. Бірақ ол күткендей көк рухтың ғана емес, адамның кейпінде де пайда болады. Ты выглядишь принцем снаружи, но я ничего не менял внутри тебя. Пора. Стой, я здесь главный. Я решаю, когда пора. Серьезно? Аладдин кино лентасында 1992 жылы жарық көрген мультфильмдегі көптеген әндер орындалуы мүмкін. Трейлерден Джиннің орындауында Friend Like Me және Аладдин мен жаспен шырқайтын A Whole New World әндерін тыңдай аласыздар. Свое сердце открой. В нем столько тайн. Ты поверь, он чудесен. В небе зажгла звезда, моя мечта. Я волшебный мир тебе дарю. Ақпан айының ортасында шыққан тизерде авторлар бізге алғаш рет Джиннің түрі қандай болатынын көрсеткен еді. Оның терісінің түсі көк болғаны көпшілікке оңай қоймаған. Алайда толық метражды трейлерден графика шеберлері кейіпкердің бейнесін жетілдіргенін байқауға болады. Біз Disney студиясы өз кейіпкерлерінің бет әлпетін түрлі кезеңдерде қалай өзгерткенін еске алуды жөн көрдік. 1956 жылы ағылшын жазушысы Доди Смит балаларға арналған 101 Далматинец романын жазып шығарған еді. 5 жыл өткен соң Disney романды экранизациялады. Студия сол атауды әрі сюжетті бұзбай толық метрлі мультфильм таспалаған еді. 1996 жылы сол оқиғаның желісінде көркем картинада жарық көрді. Басты кейіпкер Круэллу де Вильді америкалық актриса Гленн Клоуз сомдады. Анимациялық туынды мен кинодағы сюжеттің айырмашылығы көп, дегенмен басты кейіпкердің тағдыры ұқсас келеді. Екі лентадағы басты кейіпкерді кітаптың негізгі қаһармандарына есі кетіп ғашық болады. Диснейдің Күлбике атауымен екі бірдей картинасы бар. Алғашқысы 1950 жылы таспаланған толық метрлі мультфильм еді. Енді араға 65 жыл салып, сол туындының жаңа релизі дүниеге келді. Бұл лента тірі актерлар өнер көрсеткен көркем фильм. Картинада Күлбикенің есімі Элли. Оған өгей әпкелері беті үнемі күл болып жүргендіктен осындай айдар таққан. Грязнушка. Чумазая Элла. Ловушка, Золушка. Так ее и назовем. Вы у меня такие умные. Түп нұсқа туындыда Күлбике мен Ханзада балкеште кездессе, ремейкте екеуі оған дейін бірін-бірін көріп ғашық болады. Надеюсь, мы еще увидимся. И я надеюсь. Бұрынғы Disney мультфильмдерінде зұлым әйелдің образы үнемі сәтті шығатын. Тіпті олардың әрқайсысына жеке бір картина таспаласа да артық етпесі анық. Мысалы 1959 жылғы ұйқыдағы сұлу атты ертегіге таспаланған мультфильм 2014 жылы Disney студиясының бастамасымен жаңаша лепте толық метрлі фильм ретінде сұнылды. Бірақ лентада ертегі толық қамтылмай, оның бір кейіпкері зұлым сиқыршы Малефисента жайлы туынды жасалған еді. Ол басты кейіпкер Аврораны торуылдап жүретін қара күштердің иесі. Мультфильмде Малефисента долы әрі кекшіл кейіпкер. Ақырында ол алып айдаһарға айналады. 2014 жылғы фильмде бұл образ Анджелина Джолиға бұйырды. Так. Малефисента бұл жолы да болмысынан айныған жоқ. Ол қызның шілдеханасына шақырмаған патшаға ызаланып, тіпті қаһарына мінеді. Жергілікті билеуші кезінде Малефисентаның сеніміне кіріп, кейін қанаттарын қиып тастап, сан соқтырып кеткен еді. Все, что тебе надо знать, это, чтоб в джунглях жить, как в крепости, уметь свои потребности. 1967 жылы Disney Rudyard Kiplingтің қаламынан туған қасқырлар асырап өсірген бала жайлы кітапты фильмге айналдырды. Анимациялық туындыны авторлар өзіндік мәнерде таспалай алды. Басты кейіпкерлер әнде салып биді де билейді. 2016 жылы шынайы актерлар ойнаған ремейк жарық көрді. Тірідей кейіпкерлер саны көп болмаса да, картинада компьютермен жасалған аңдар жеткілікті болды. Бұл фильмдегі барлық образдар Пит және оның айдаһарлары хикаясының жаңа нұсқасы секілді, барынша шынайы әрі тартымды шыққан.
Осы аптада Қазақ хандығы алтын тақ тарихи кино картинасының жалғасы прокатқа шығады. Қазақ фильм студиясының өніміне режиссерлік еткен Рүстем Әбдірашев болса, продюсерлік тізгін фильмде негізгі рөлдердің бірін сомдайтын Арман Асеновқа бұйырған. Қазақ хандығының бірінші және екінші бөлімдері Ильяс Есенберлиннің Алмас қылыш кітабы негізінде таспаланған еді. Тың туынды отандық прокатта қазақ және орыс тілдерінде ұсынылатын болады. Сюжет Әбілқайыр Шайбанидан бөлінген Керей мен Жәнібектің жеке хандық құрған кезеңін суреттейді. Алдымен хан тағына Керей отырады. Жерін бергісі келмеген анталаған жаулар қазақ хандығын жоюға бар күшін салады. Теңдегі алынып бөлек орда тіккен жас мемлекет енді қолына қару алып, өз бостандығы үшін ұлы күреске шығады. Олардың бар мақсаты дұшпанға дес бермеу. Жобаның продюсері болған Арман Асенов фильмдегі рөлдердің бірінде сомдап шықты. Тарихи туындыны киноға айналдыру бастамасымен оның режиссерлік міндеті Рүстем Әбдірашевқа сеніп тапсырылған еді. Ол Пусан кино байқауында Азияның үздік 100 режиссерінің қатарына кірген болатын. В общей сложности на 2 сезона у нас ушло 4 года нашей жизни. Жалпы 2 маусымды таспалауға біздің үлкен командамыз 4 жыл уақытын жұмсады. Ұжымның тең жартысы 1 маусымнан кейін мұндай кинематографиялық марафонға шыдамай кетуге мәжбүр болды. Біз ұзақта қиын жолда жүре отырып, физикалық, моральды сынақтарды бастан кештік. На самом деле огромный путь и моральный, и физический, и материальный, и временной. Хандық жайлы фильм 1470 мен 1485 жылдардың арасын қамтиды. Бұл кезеңде қазақ рулары мен шайбанилер әулетінің арасында керуен жолдың бойындағы сығанақ шаһары үшін шайқастар жүрген. Ильяс Есенберлиннің кітабы бойынша сценарийді Тимур Жақсылықов, Смағұл Елубай мен Рүстем Әбдірашев жазған. Фильмнің түсірілім жұмыстары Қазақстанның оңтүстігіндегі Иірсу жайлауы мен Түркістанда өткен. Я все время говорю, мы прожили целую жизнь за эти 4 года вместе с нашими героями, персонажами, потому что... Біз бұл тарихи картинаны таспалау барысында кейіпкерлерімізбен біте қайнасып, бәрін бірге бастан кештік. Тарихи туынды түсірген кезде уақыттың өзі саған қарсы қимылдайтындай. Біз осы кедергілердің бәрін артқа тастап, өткеннің атмосферасын барынша сезіне алдық. Тіпті өзіміздің бабаларымызбен бірге жүргендей күй кештік десем, сөзім жалған емес. Путь, пробили брешь, сходили туда, окунулись в эту атмосферу. И временами есть ощущение, что мы встретились с нашими предками. Әйгілі хандардан бөлек кинолентада Қобыланды батыр, Рабия Сұлтан бегім және Тимурид Ұлықбектің қызы секілді тарихи тұлғалар бой көрсеткен. Картина авторлары сол жылдардан сыр шертетін барлық шежірелер мен материалдарды тыңғылықты зерттей отырып, оқиғаның шындығынан ауытқымауға тырысқан. Вот в казахском мифотворчестве такой персонаж, как Асан Қайғы, Қазтуған, да, это... Қазақтың аңыздарында Асан Қайғы, Қазтуған жыраулар секілді заманауи тілмен айтқанда сол жылдардың мемлекеттік хатшылары болған тұлғалар бар. Олардың барлығы 15 ғасырда қазақ дейтін жаңа ұлттың қалыптасуы жолында аянбай тер төккен жандар деп білеміз. Нового этноса на тот момент, в 15 веке. Это удивительно интересный исторический период. Фильмнің алғашқы түсірілім жұмыстары былтырғы жылдың мамыр айында Алматы облысында басталды. Кейіннен түсірілім тобы Қазақстанның оңтүстігіндегі Иірсу жайлауы мен Түркістанға қарай ауысты. Туындының финалдық сахналары Қазақфильм киностудиясының павильондарында өз жалғасын тапты. Тарихи туындының тағы бір ерекшелігі ресейлік Нева фильм киностудиясының орыс тіліндегі дубляжға атсалысуы. Бұл жолы қазақ кейіпкерлерін әйгілі Кариб теңізінің қарақшылары лентасындағы дауыстарды бастаған. Это впервые вот в истории казахского кино, когда русскоязычная версия сделана. Бұл орыс тіліне осыншама беделді команданың араласуымен аударылған қазақстандық алғашқы кино. Бұл тәжірибені біз әрмен қарай жалғастыра беруіміз керек деп санаймын. Өйткені орыс тілі бізге қосалқы есіктерді ашуға көмек болады. Мен тек қана өз еліміздің тұрғындарын ғана емес, көршілес елдерінде көрерменін қызықтырғым келеді. Таяу келешекте ағылшын тіліндегі нұсқасын жасап, өз көкжиегімізді кеңейте түсеміз деген сенімдемін. Способствует, помогает. Я думаю, в дальнейшем еще и англоязычные версии надо делать, чтобы расширять свои горизонты. Қазақстандық кино өндірістің осы аптадағы тағы бір жаңа туындысы кино по понятиям криминалды комедиясы болмақ. Жоба продюсері міндетін Әсел Садуақасова мен Асқар Бейсенбин атқарған.
Ал режиссерлік қызмет «Бизнес по-казахски в Африке» және «Гудбай мой бай» картиналарынан танылған Әнуар Маджановқа тапсырылған. Комедии про свадьбу уже всем надоели, поэтому экшн-драм. Какой сценарий? Ты кто? Фильмнің басты кейіпкері Қанат Қожанов есімді жас сценарист әрі режиссер. Ол үнемі полицияның аңдуындағы қылмыстық топтың қақпанына түсіп, енді олар басты рөлді сомдайтын жалған картинаны таспалап шығуы тиіс. Жаңа іс аталатын лентаны салмақты жоба деп қабылдамаған қарақшылар махаббат пен зорлық, ақша мен достық суреттелген көңілде әрі шыдырман лентада барын салып ойнайды. Олардың басты мақсаты іздеріне түскен подполковникті сендіріп, тұтқынға түсуден аман қалу. Қымбат гауһар тас табылса болды. Қылмыскерлер режиссер мен оператордың көзін жоюды жоспарлап қойған. Басты рөлді Әсел Садуақасовадан бөлек Фархат Құлбаев, Жақан Отарғалиев, Асан Мажид, Олжас Жанабеков, Мейіржан Төребаев ойнаған. Актер ретінде фильмнің продюсері Асқар Бейсемінде бағын сынап көрді. Картинаның түсірілімі 2018 жылдың желтоқсанында басталып, осы жылдың қаңтар айында толық аяқталған еді. Приготовились? Начали! Либо ты находишь другого актера, либо я нахожу другого режиссера. Алдағы аптада отандық кинопрокат каникулы оффлайн деп айдар тағылған тағы бір отбасылық комедиямен толығады. Лента режиссері «В поисках мамы» және «Көкпар» мықтылар уақыты картиналарынан танылған Руслан Акун. Алақан Сатаев пен Ернар Құрмашев картинаға продюсерлік еткен. Дети непослушные, капризные, постоянно в телефонах. К тому же не знают родного языка и культуры. Вместо лагеря в Америке отправлюсь в село. Мы откроем лагерь и красиво назовем Аул Кэмп. Какой нормальный родитель отдаст свое чадо в лагерь в селе? Да еще и за деньги. Татя, не делайте из него лоха. Он домашний, он там будет играться, общаться, воду таскать, дрова рубить, навоз. Ладно. Белгілі режиссер Руслан Акун қазақстандықтарға Наурыз мерекесі қарсаңында тамаша тарту жасады. Еліміздің кинотеатрларында каникулы оффлайн атты отбасылық комедия жарыққа шықпақ. Лента әзілге өрілген диалогтар мен шытырман сәттерге толы деседі. Бұл жобаны жасауға танымал «Брат или брак» және «В поисках мамы» комедияларының авторлары тер төккен. Ну, во-первых, я хотел снять фильм, на котором я бы с удовольствием пошел всей своей семьей. Ең алдымен мен ата-анасы балаларын ертіп баратын отбасылық фильм таспалағым келді. Сонымен қатар кәсіпкерлікті басты ұстаным еткен жастарды экраннан көргім келді. Ешкімнің көмегінсіз өзінің өмірін жақсы жаққа өзгертіп, қоғамға да пайдалы іс жасай алатын жас азаматтың өмірін суреттеу басты мақсаттың бірі болды. Предпринимает усилия для улучшения своей жизни и не ждет ничьей помощи. Лентада жеке кәсіп ашуға бел буған үш жолдастың тағдыры суреттелген. Жігіттер қалалық балаларға арналған этнолагерь ашу идеясын жүзеге асырмақ. Балақалар ол жерде әлеуметтік желіге деген құмарлықтан арылып, таза ауада сергіп, қазақ халқының салт-дәстүрімен таныспақ. Ата-аналары планшетке үңілген бүлдіршіндеріне сабақ болсын деп, осы бір ерекше лагерьге табыстайды. Өзгенің еркелетіп өсіріп отырған ол қыздары енді гаджеттерден бас тартып, ауылдың атмосферасына енулері керек. Мы, конечно, понимаем по-казахски, но не говорим по нему. Турасы сияқты екен, не говорит, но понимает. Демалыс лагеріне келген алғашқы балалармен қосылған жас кәсіпкерлер де енді түрлі шытырманды бастан кешпек. На самом деле много было, да, мы часто работаем с детьми. Біз балалармен жиі жұмыс істейміз. Әр фильмде біздің балалардың рөлі бар. Кішкентай жеткіншектермен жұмыс істеу қиын әрі өте қызықты. Себебі олар жасандылықты тіпті білмейді. Бойындағы әр эмоциясы шынайы. Олармен тек тіл табыса алсаңыз болды. То дело пойдет, и пойдет хорошо. Түсірілім жұмыстары Алматы және Жамбыл облысының ең көрікті жерлерінде өткен. Кәсіби ересек актерлармен қатар лентада кішкентай балақайларда ойнаған. Кастингтің өзі бірнеше айға ұласқан еді. Тіпті келешек кішкентай бір актерді картина режиссері ауылда кездестіріп қалған екен. Ат үстінде отырған баланы көрген Руслан Акун оны өз фильмнің кейіпкері екенін бірден білген.
таким количеством детей это... Мұндай көп балалармен жұмыс істеу өте қиын болғанын жасырмаймын. Бірақ бір-екі күн өткен соң түсірілім тобының өзара тіл табысуы жақсара бастады. Кейін түсірілім алаңы тамаша бір демалыс лагеріне ұласып кетті. Мен Оляның рөлін сомдадым. Ол негізінде мейірбике болуы тиіс еді. Бірақ ол ветеринар болып шыға келді. Барлық түсірілім жұмыстары 22 күнге созылған, бірақ оған дейінгі 6 айлық дайындық жұмысы тағы бар. Түсірілім барысында кішкентай балақайлар үшін ғана емес, ересек актерларға да ауылдық өмірдің өзі тосын сый болғаны анық. Біраз уақыт барлығы қарапайым тіршіліктің шарттарына көндіге алмай жүрген екен. Тіпті кейбірі жылқыға жақындауға жүрексініп, сюжетке түсетін кезде одан әбден қорыққан. Если честно, этот фильм... Шынымды айтсам, бұл фильм менің жүрегімнен орын тапты. Бұған дейін біздің киноны көп қарамаған екенмін. Қазір тура ауылға тартып, балақайлармен көңіл көтергім келіп кетті. Ауыл, там затусить с ребятами. Вообще? Бұрын лагерь дегеннен қашқақтайтын едім. Енді бұл фильмді тамашалаған соң құмарлығым оянды. Режиссер бұл туындысы арқылы Қазақстандағы отбасылық фильмдер жанрын дамытуға үлес қосып, отбасылық комедиялардың санын көбейтіп, жанұялық құндылықтарды дамытуды мақсат еткен. Сонымен қатар жастардың, ересектер мен балалардың гаджеттер мен ғаламторға тәуелділігі көтерілген өзекті тақырыптың бірі. Сюжетті тамашалауға келген көрермендер қазақтың ұлттық салт-дәстүрі, ойындары мен асханасын кеңірек тани түспек. Ты теряешь навык видения. Подумай, почему я сижу за этим столом, а ты носишься по подворотням с напарником на 20 лет моложе тебя? У Энтони подвешен язык, но он тупой. Меня заботит будущее, которое я разделю со своей девушкой. Будущее — это не то, о чем стоит думать. Какой приятный сюрприз. Мы без вас уже соскучились. Рахмет. Бұл аптада боевик жанрын жаны сүйетін көрермендерді де қуантар жаңалық болады. Мэл Гибсон мен Винс Вон «Костяной томагавк» үрейлі оқиғалы картинасының авторы Крейг Залердің жаңа криминалды фильмінде серіктес полицейлердің рөлін ойнайды. «Закатать в асфальт» экшені осы аптадан бастап кинотеатрларда. Мэл Гибсон режиссерлік етіп, Винс Вон басты рөлді сомдаған «По соображениям совести» драмасынан кейін 2 жұлдыз қайта бірге еңбек етпек. Гибсон мен Вон серіктес полиция қызметкерлерін сомдайды. Күдіктіден жауап алу үшін күш қолданған екеуінің видеосы жарияланған соң олар жұмыссыз қалады. Енді қос экс-әріптес ақша табу үшін қылмыс әлемімен байланыс орнатпақ. Мы с тобой имеем право требовать должную компенсацию. Другой дороги нет! Да, лети как птица! Сондай-ақ, осы аптада испано-америкалық волшебный парк Джун анимациялық фильмі кішкентай көрермендерді қуантпақ. Бюджеті $100 миллион құраған лентаға Pixar студиясының бұрынғы аниматоры Дилан Браун режиссерлік еткен. Биылғы жылы дәл осы мультфильмге негізделген телехикая дүниеге келеді. Туынды балаларға арналған беделді телеарналардың бірінде жарық көреді деп жоспарланған. Анимациялық туындының сюжеті қиялшыл Джун есімді кішкентай қыз жайында. Ол бір күні өзі ойдан құрастырған ойын-сауық кешенінің шынайы екендігіне көз жеткізеді. Енді құрдымға кетуге шақ қалған арманындағы саябақты құтқаруға кейіпкерімізге жан-жануарлар қол ұшын созады. Сіздермен болған киноиндустрия саласындағы өзекті жаңалықтардың жаршысы кино бизнес бағдарламасы. Ендігі эфирде біз прокатта қазақ тілінде де шығатын Дамбо классикалық мультфильмінің экранизациясы туралы және Мұрат Бейсенбин басты рөлді сомдайтын «Мама плюс папа» отандық комедиясы мен «Мы хорроры» жайында айтатын боламыз. Бүгінге осы, келесі аптада кездескенше.